Ақбілек Жүсіпбек Аймауытұлының қаламынан туған психологиялық әйел теңсіздігі жайлы роман. Ақбілек романы қазақ ауылындағы қиын жылдар шындығын, адамдардың іс-әрекеттері мен қарым-қатынастарын сипаттаған, сонымен қатар сол замандағы әйел теңсіздігін айқындаған. Ақбілек романның басты кейіпкері теңдікке ұмтылған, азаттықты аңсаған кейіпкер. Бекболат Ақбілекті қабылдамаған, таза қан қалаған кейіпкер. Мұқаш Ақбілекке көмектескен кейіпкердің бірі. Жеңгесі Ұрқия барлығы оған арқасымен қарағанда Ұрқия ғана кішіпейілдігін көрсетіп оған көмектескен. Ақбілек романының негізгі тақырыбы бір ғана қазақ қызының күрделі тағдыры мен әлеуметтік төңкерістер тұсындағы қазақ ауылының өзгеру процесі. Қорытындылай келе, біз Ақбілек романының негізгі идеясын аша алдық. Азаттыққа ұмтылған қазақ бозбаласының басынан өткерген жағдайлар туралы білдік. Бұл романнан алған әсеріміз зор. Бұл романның өзектілігі қазан төңкерісінен кейінгі қазақ даласы. Алайда ең басты көтерілген проблема ол әйел теңсіздігі.